Сәлем достар, сәлем баршаларыңызға. Каналыма қош келіпсіздер. Жаңадан келіп жатқан кісілер каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздермен қазір өте маңызды ақпаратпен бөлісетін боламын. Экранның алдына жақындап алыңыздар, және де бұның барлығын мен сіздерге үйреткендей, мен сіздерге айтып келе жатқандай блокноттарыңызға жазып алыңыздар. Өйткені ақпарат, мына ауызша алған ақпарат бір аптаның ішінде ғана мида сақталады, одан кейін ол ұмытылып кетеді. Ал жазып қойған ақпарат ол тағы да әрі қарай сіздердің еске түсіріп тұруларыңызға және де білімді қайталап тұруларыңызға, ақпаратты одан әрі қарай нәтижелі қылуларыңызға көмектеседі. Енді қараңыздар, менің гүлім дейді. Кез келген гүлді айтып жатыр да, оқырмандарымнан осындай көп сұрақ келіпті. Неге осылай жап-жасыл болып келеді де үйге келіп отырғызсам, сіз айтқандай күтімін жасаймын, сіз айтқандай шомылдырамын, сіз айтқандай суарамын, бірақ та өліп қалады дейді да, отырғызғаннан кейін. Отырғызу барысында қателік кетті. Отырғызу барысында қателік кетті, менің жауабым бұл. Енді қараңыздар, қандай қателік кетті? Біріншіден, сіздер бұл осы гүлді алып келесіздер, және отырғызуға асығасыздар. Ең бірінші қателік, отырғызуға асықпаңыздар. Сіздер просто мына гүлді алып келдіңіздер. Енді мына примерда видеоны жаңартып жатырмын түсіндіру үшін. Міне қараңыздар, мына жерде каланхоя. Мынау міне отырғызылу процесіндегі женское счастье қаншама әдемі гүл деп тұр, иә? И міне $. Осы 3 гүлді қазір под заказ отырғызам. Енді қараңыздаршы. Алып келемін дейді да, иә, отырғызсам өліп қалады дейді. Отырғызу барысында қателік кетті. Бірінші жіберілетін қателік бұл сіздердің домашний условиях карантинге гүлдеріңізді 2-3 аптаға қоймауларыңыздан болады. Басқа сізде гүл бар болсын, жоқ болсын, сіздер карантин режимінде гүлді қою керексіздер. Ол не үшін қажет? Карантинный режим дегеніміз, біріншіден, ол гүлдің сіздің үйіңізге ауа райына, ауаның ылғалдылық құрғақтығына, жалпы үйіңіздің болмысына, үйіңіздің қойған орнына өзін стресстен шығарып бейімдеуін айтамыз, карантин деп. Соны айтады карантин деп. Карантинге міндетті түрде қойыңыздар деймін. Ол бірінші қателік, ешқандай гүлді карантинге қоймастан алып келеді деп, просто топырағына босатып, қалауынша істеп отырғыза салу, бұл бірінші қателік. Екінші қателік, сіздер егер уақыттарыңыз тапшы болып алып кеп тұрсыздар, көздеріңізді қуантсын деп ары қарай тез алған жаңа құмыраларыңызға отырғызып тастағыларыңыз келіп тұр, соған әрекет жасап жатсыздар, онда біліңіздер, ол гүлді тек перевалка методпен отырғызасыздар. Бұл жіберілетін екінші қателік. Перевалка дегеніміз не? Перевалка дегеніміз мына топырақты толықтай босатпайсыздар, мына құмыраның ішіне бүйтіп дәлдеп салып тұрасыздар да, міне қолыңызбен ұстап топырақ-мопырағымен мына құмыраға қоясыздар. Сосын, мысалы, $ға арналған арнайы, каланхояға арналған арнайы, женское счастьеге арнайы гүліңізді бүйтіп жан-жағына саласыз да, болды, ары қарай суарып, белгілі орнына қойып қоясыз. Осы перевалка метод деп арналады. Бұл перевалка метод жарайды тек алып келіп, срочно отырғысы келіп, уақытты күте алмай, шыдамсызданып жатқан клиенттерге арналады. Яғни сол кісілерге айтылып жатқан метод. Енді үшінші жіберілетін қателік. Қай кезде топырағын босату керек, қай кезде тамырын ашу керек, және де қандай құмыра, яғни мына отыратын помещениесін таңдауда кетеді қателік. Міне, мына алат өзінің қалауынша, мысалы, мынау осыған дәл, иә, міне, бір ғана размер асып тұрады. Мен қазір, мысалы, перевалка методпен отырғызам. Мысалы, да? Оны әкелгеніме карантинный режим бір апта болды, сондықтан мен бір аптаның ішінде қанша профессионал болсам да босатып отырғызуыма болады, бүйтіп толықтай алып тастап. Бірақ ол біреу менің үйімде долго тұрмайды. Бұл менің өзімнің гүлім болған болса, үйімде бейімделген, мен олай істей аламын. Ал енді бұл заказной гүл болғаннан кейін, яғни отырады бұл гүл, сәл 2-3 күннен тағы өзінің хозяйкасына баратын болғаннан кейін, мен олай рисковать ете алмаймын. Енді көбісі тағы да бір сұрақ қойып жатады, осы қателікке байланысты айтып кетейін. Айтады, что мына көп гүл сататындар не үшін алады да бәрі перевалка методпен отырғызады ғой, біз не үшін топырағын ашу керекпіз дейді. Ол дұрыс сұрақ, өйткені мен айтамын, тамырын жағдайын көрейік, тамырын босатыңыз топырақтан. Мен көрейін деп айтқан кезде айтады, мен босатқым келіп тұрған жоқ, өйстіп отырғызғым келіп тұр. Мен бүкіл консультацияны толықтай ол адамға беремін. Егер ол адам консультациясынан толық өте алса, менің айтып тұрғанымды дұрыс түсіне алса, білімді дұрыс қорытып іс-әрекет жасай алса, ол гүлді дұрыс отырғызады және де ары қарай дұрыс өсіре алады. Үшінші қателік түсіндіңіздер да? Отыратын мынау тамыр отыратын гүл емес, гүл и так та сол құмыраға отырады ғой, тамыр отыратын помещениені өте үлкен қылып таңдауларыңыз. Ол дегеніміз қанша перевалка болсын, перевалка болмай, чистым виде былай отырғызып үйіңізде, өзіңіз отырғызып үйіңізде қалатын гүл болса да, сіздер бұны
өте үлкен таңдап қоясыздар. Тар ыдысқа перепалка отырғызсаңыздар да тар, ашып отырғызсаңыздар да одан да тар ыдысқа отырғызуға тырысыңыздар. Помещение қаншалықты тар болады, соншалықты тамыр стресс алмайды. Тамырдың стресс алу дегеніміз мына жаққа, мына өзінің жаңа топыраққа бейімделе алмай, қатты өзінің ауруы былайды. Ол дегеніміз тез бейімделу үшін сіздер тарылтқан сайын мына жерде аз топырақ болады ғой, сол аз топыраққа бойын азғантай уақытта тез бейімдеп болады. Ал сіз мысалы міне мынау үлкен құмыра делік. Мына мысалы үлкен құмыра. Сіз алдыңызда мынаны былай отырғыздыңыз. Екі есе дәу мысалы. Отырғыздыңыз, өстесіде бұны отырғызғаннан кейін жан-жағына көп топырақ саласыз. Жан-жағына көп топырақ салынғаннан кейін ол топырақтар барады да тамырды давить етеді. Қай уақытта давить етеді? Су құясыз. Су құйылған топырақ ауыр келеді, көрермендер. Енді су құйылған ауыр топырақ барады да тамырды басып тұрады. Сіз білмейсіз үйіңізде қанша уақытта бұл гүл кебеді, топырақ кебеді да, білмейсіз. 2 аптада кебе ме, 3 аптада кебе ме, 1 айда кебе ме, 1 аптада кебе ме. Қанша уақытта кепсе де, қаншалықты ол сонша уақыт ана тамырдың үстін басып тұрады, ауырлық етіп. Сіз ойлаңызшы, сізге жаңа жаздың күні делік. Жаздың күні үстіңізге шуба кигізіп қойды. Анау деген аптап 40 градус ыстық. Сіздің үстіңізді ана ауырлық пен ыстықты қалай басады? Үстіңізді басқанда шешіп тастап осы салқындағыңыз келіп тұрады ғой. Тура гүл сондай сигнал береді ғой сіздерге. Мына артық топырақты алып тасташы менен өтініш деп, жапырақтың барлығын бірінші бозғылттанып бастайды. Яғни мынау жылтырап тұрған, қатты болып тұрған жапырақ бірінші солыңқырайды, жылтырамайды. Сарғайып бастайды, бозғылттанып, ол қараяды, ол бычыт болады, оның барлығына дейін сіздер күтесіздер. Сол жаңағы алғашқы уақыттарда күтсеңіздер, карантин жасап шіркін. Ал өлгенше күтесіздер де, өліп алғаннан кейін мына гүлге не болды? Мен вроде нормально отырғызған едім деп еще өздеріңіздікін сіздер прав қыласыздар да. Бұл жерде сіздер білмейсіздер ма? Білетін маманға тапсырыңыздар. Либо білмейсіздер ме, білетін адамнан сұрап алып кеңесті алып жасаңыздар. Гүл дегеніміз тірі зат. Бұдан да сұраламыз. Бұл тірі дүние болғаннан кейін ары қарай өсіруіміз, ары қарай бұған өмір сыйлауымыз біздің қолымызда. Қандай мақсатта? Бұған тек білім арқылы подход жасайсыздар. Енді кезінде айтасыздар ғой, тағы да сіздердің сылтауларыңыз көп қой. Кезінде әке-шешеміз өсірген жоқ гүл, біреулер өсірді десе ешқандай подходын жасамай-ақ әдемі өсірді, пәлен пәстун деп айтып шығасыздар. Ол бірақ себептен. Ол кезде бізден Голландиядан гүлдер келіп, жаппай сол голландиялық шетелский гүлдерді әкеп отырғызған жоқ қой. Біреудің үйінде герань өсіріп тұрса, әшейін соны міне домашний условия қиып әкеп отырғыза салады. Конечно, ол қанша жылдық үйде өсіп тұрған гүлді үйге әкеп өсіру оп-оңай ғой. Ал енді сіздер Голландиядан әкелесіздер, Қытайдан алып келесіздер, шетел асып келеді, жер асып, таможня асып келген гүл Қазақстанның несіне адаптация жасайды. Оны цветоводтар адаптациясын жасап, стресстен снимать, күшті қылып сол күйінше сіздерге жеткізуге тырысып, бүкіл білімі мен бизнесіндегі ақшасын салады, плюс үйге келіп сіздер білімсіздікпен жаңағыдай тірлік жасағаннан кейін, ол гүл, конечно, сіздің үйде өспейді, өліп қалады. Сондықтан сіздерден сұранарым, егер пайдалы ақпарат болған болса, лайктарыңыз басып комментарийға жазыңыздар да, білмейтіндеріңізді жазыңыздар, білетіндеріңіз менен асқан білімді болып білім жинап жатсаңыздар, оқып, оны да жазыңыздар. Мен барлығын оқимын, ескеремін, қараймын. Мен қуанышты боламын сіздердің кері байланыстарыңызға. Тағы да келесі видеода нендей кеңестерді күтесіздер, қандай гүлдің күтімін күтесіздер, жалпы соның барлығын жазып, маған қолдау білдіре беріңіздер. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.